Баршаларыңызға сәлем достар. Небәрі 2 заттан тұратын өте дәмді сигара бөректің рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамы қолжетімді. Бізге арнайы лаваш қажет болады. Соны осылай үшбұрыштап турап аламыз, барлығын бөліп, және де сыр қажет болады. Теркадан өткізіп дайындап аламыз. Ендігі кезекте лавашымызды алып, сырымызды ортасына саламыз. Дәл видеодағыдай осылай салып, қолымыздың көмегімен жақсылап ораймыз. Жақсылап орап, шетіне аздап су жағамыз. Сол кезде лавашымыз жабысатын болады. Жақсылап суды жағып, осылайынан барлығын орап дайындап аламыз. Біздің бөректеріміз дайын. Ендігі кезекте қызып тұрған майға жақсылап екі жағын қызартып қуырып аламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Қонақ шақырғанда дастархандарыңыздың көркін ашатын, жаңа холодный ассортилардың қасына қойсаңыздар, өте керемет болып көрінеді. Көріп тұрғандарыңыздай қытырлақ және ішіндегі сыры өте дәмді, созылмалы, осылай әдемі болып шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.